Өзін жоғары тұтқанлар пәслетіледі. Тир қаласы, 46 жыл. Мен сіздердің алдыңызға патша Агриппаның хабарыменен келдім. Ол сіздерге жүдә наразы деп қорқаман. Наразы? Біздер не айып іс қылыппыз? Сіздер оған сақилық көрсетпей атырсыз. Міне гәп қай жерде. Сіздер оған жеткілікті құрмет көрсетпей атырсыз. Ол сіздердің қауіпсіздігіңізді асырап атыр. Сіздерге қамқорлық қылып атыр. Біздер оған жүдая міннедармыз. Солай ма? Басқа мемлекетлер оның құрметіне зияпатлар беріп атыр. Оған сауға сәлемдер жіберіп атыр. Агриппа патшалар ішінде ең ұлысы һәм оған лайықлы қатынаста болуды қалайды. Болмаса ақыбеті жаман болады. Біздер Агриппаның ғазебіне ұшырап қалмау үшін қолымыздан келгенін қыламыз. Ол бұны естіп жүдә қуанады. Туысқаным Яқып, саған жәрдем керек деп айтып еді. Елшілердің бұннан да ахметлі жұмыслары бар деп ойлайтұғын едім. Бір-бірімізге жәрдем беруден артық зарur нәрсе жоқ. Оның үстіне құдықты құрып біткерсек жақсы болар еді. Ауа, біздердің бұл кішкене ауылымыз кеңейіп атыр. Дұрыс айтасаң, иеміз караматлар сілеп атыр, ереме. Кел, хаммесі жақсы болу үшін дуа етеміз. Тоқта! Гай, қане бола ғой. Шаққандырақ. Бола ғой, тезірек жуынамыз. Мен бүгін патшаны көруім керек. Бұл рет мен бір өзім хәммесіне еплей алмайман, Гай. Тир һәм Сидон хүкімдарлары сондай қорқып кетті. Һәм олар тез арада патша Агриппаның құрметіне зияпат беруге келеді. Олар оны патшалардың ең ұлысы деп жариялады. Егер ол патшалардың ең ұлысы болса, онда мен басқарушылардың ең ұлысыман. Басқарушы. Білесем бе? Мен бұл мәртебеден үлкенірегіне лайықлыман. Енді маған мәслихатшы, бас ақылаушы, ямаса оң қол болатұғын лауазымлар туры келеді. Болды, жетер. Агриппа жақсы хабарлар күтіп атыр. Қуан, Агриппа! Мен саған жақсы хабарлар алып келдім. Неге мені ешкім ескертпеді? Не хақында, қымбатлы Агриппа? Мынау масихи болғанлар, яғни Исаның шәкірті болғанлардың тізімі. Бірақ Исаның өлгеніне 13 жыл болды. Ауа, бірақ оның шәкіртлері елі уаз айтып жүр. Менің хакимиятымнан басқа хакимият болмау керек. Түсіндің бе? Мен бұл іспенен өзім шұғылданамын, ұлы Агриппа. Қара, болмаса және аяқ жуасаң. Енді бара бер. Сіз қуанышлы хабарларды естуді қалемейсіз бе? Яқ. Бірақ Тир һәм Сидон хүкімдарлары... Жоқ, Пол. Сіздің мәслихатшыңыз сипатында масихиларды тыныш қойыңызды мәслихат еткен болар едім. Олар тыныш һәм зиянсыз, сізге ешқандай қауіп тудырмайды. Бұлар турысында сағанда мәслихатшы керекке ұқсайды. Хакимият үшін күресте ешқандай мейірімлілікке, аянышқа һәм хақиқатқа, сүйіспеншілікке орын жоқ. Ұсы бұлақтан шығып батырған су жарылқанған. Исаның ұсы құдықтың қасында Самариялы хаялға айтқан сөзлерін еслейік. Бұл судан ішкен адам және шөллейді. Ал кім мен беретұғын өмір суынан ішсе, ешқашан шөллемейді.
Мына тарепке қожайын, әне олар. Исаның шәкірті елші Яқып сенбісең? Мен? Сен қолға алындың. Тоқтаңлар! Яқ, Еремия, әммесі жақсы болады. Бір-біріңізді сүйіңлер, сонда сізлерге де сондай қатынаста болады. Мен Яқыпты таптым, һәм оны дүзкәніне жібердім. Мен оның өлтірілуін қалеймен. Бірақ мырзам, мен өзім оның тағдырымен шұғыланаман. Мырзам, рұқсат етсеңіз сізге Тир һәм Сидон хакімдері хақында хабар жеткізсем. Ауа, Тир һәм де Сидон. Әзір біздер оларды бір жақлы қыламыз. Олар бұл жерге сіздің құрметіңіз үшін зияпат беруге келатыр. Жақсы, оларға ұрыс жариялаудың ең қолай уақыты. Ұрыс? Бірақ... Олар менің хакімиятыма қауіп тудырады. Өтініп сұрайман, Агриппа, бұл ұлы болу үшін ең жақсы жол емес. Ұлы хүкімдар хәммеге жәрдем беруі керек, ал жоқ қылу емес. Сен өзің кім тәрептесең? Масихилар тәрепке ауып кеткенге ұқсайсың. Яқ. Бәлкім Тир һәм де Сидон менен тіл біріктірген шығарсаң. Яқ, ол не дегеніңіз? Сондай деп үміт етемен. Ядыңнан шығарма, мен мәңгіге ұлы патша болып қаламан. Бұл жерге емес, шаққанрақ иғары ешек. Көріп атырсаң ба, әрбір дүз салынған қапыларға белгі қойып шығасаң. Егер де біреуін қалдырып кетсең, бұл сенің соңғы қатең болады. Сен Марк хақында естің бе? Не еді? Ол енді дүзкәнлеріне жауап бермейді. Не? Оны 500 әскерге баслық қылып қойған. Кім оның жәрдемшісі болады? Кім һәм болар еді? Сен? Әлбетте мен. Бұл істі тек қана мен істей аламан. Асықпа, әлі қашан менің бұл өңгірден шығатығын уақытым келді. Сен армия хақында нені де білер едің? Сеннен көбірек білемен. Мен һәм інім Юхан бұл жерде басылық болу үшін басқаларға қарағанда көбірек туры келеміз. Кім айтты? Иса бірінші болып Андрей екеуміздің алдымызға келді. Бұл ешқандай ахметке ие емес. Бұл жүді ахметке ие. Келіңлер Исадан сорап көреміз. Мейлі. Көрдіңіз бе? Біздер өзімізді менменліктен сақлауымыз керек. Ұстаз, ахметлі бір сұрау бар. Біздер білеміз, сен өз патшалығыңды орнату үшін келгенсің. Бірақ қайсы біріміз сенің патшалығыңда ұлы боламыз, һәм қай біріміз басқарамыз. Аспан патшалығында ұлы болғыңыз келсе, сіздер баладай болуыңыз керек. Мына баладай кішіпейіл болуыңыз керек. Көз алдыңа келтір. Бұл Веспи өзін әскерлер баслығының жәрдемшісі боламан деп ойлап атыр. Ол бұл лауазым үшін жүді әлсіз. Адамлардың үстінен бұйрық беру үшін күшлі һәм қопал болу керек. Егер де біреуі саған қарсы шықса, оннан аямай өш алуға таяр тұру керек. Ешқашан бұндай үлкен қаланы көрмедім. Меніңше оларда һәмме нәрсе бар, солай ма? Олардың сенімі жоқ. Дұрыс айтасаң, егер бұл жерде Исаның біздерге берген тынышлығы болмаса, бұлардың бәріне не пайда? Менің сөйлеспекші болған сен бе? Ауа тақсыр, біздердің шын жүректен сені тұғын, һәм құтқарушымыз деп есаплай тұғын ұстазымыз болған Иса, сіздердің қалаңыздағы адамларға тәлім бермекші. Тап әзір ме? Оған айтып қойыңлар, өзіне басқа жер тапсын. Біздердің уақытымыз жоқ. Не хақың бар өйтіп айтуға? Айтсам сенбейсіз, олар біздерді кіргізген жоқ. Не? Қалай батылы барды? Бұндай менменлікті бірінші мәрте көруім. Енді не қыламыз, ұстаз? Сен біздерге караматлар істеуге қадірсіз деп айтқан едің. Бәлкім аспаннан от жаудырып, бұл қаланы жоқ қылып жіберу керек пе? Мен жоқ қылу үшін емес, ал жанларды құтқару үшін келдім.
Және, егер адамларға баслық болмақшы болсаң, сен олардың қалай етіп құрметіне ерісуді білуің керек. Мен бұған разы емеспін. Құл разы емес? Әлбетте, сен қандай баслық болу хақында көп нәрселерді білесің. Егер әскерлеріңіз сізге құрметпенен хақиқи қызмет істеуін қалесеңіз, онда сіз де оларға қызмет етің. Әскерлерге қызмет қылу бұл масихиларға туры келеді, бірақ біздерге емес. Иерусалимге қарай жүретұғын уақытымыз болды. Сол жерде адам ұлы қолға ұсталып беріліп, оны ұрып, оған өлім жазасын береді, һәм оны өлтіреді. Ал үшінші күні болса, ол қайта тіріледі. Мен оны Иерусалимге өзін патша деп жариялау үшін баратыр деп ойлаппын. Ол нені назерде тұтты? Қолға алынады, таяқ жейді, өлтіріледі. Ол сен түсіне алатығын көп нәрселер хақында айтады. Оның ойлары біздердің ойларымызда емес. Ол шаршап жүргенге ұқсайды. Өзі сондай. Бар оның менен сөйлес. Апа, меніңше оның тынышын алмағанымыз мақұл шығар. Құлақ сал. Ол Масих сондай ма? Ауа, Не деп ойлайсың? Масих өзін өлтіруге жол қоя ма? меніңше яқ. Әлбетте яқ, ол бір тымсал еді. Сіз хақиқаттан да солай деп ойлайсыз ба? Мен еш қашан қателеспегенмен. Бір нәрсені анық білемен. Иса біздердің құтқарушымыз. Һәм бірнеше күннен кейін ол патша деп жарияланады. Сіздер екеуіңіз болса, оның бірінші жәрдемшілері болуға лайықлысыз. Сіз хақсыз. Әлбетте мен хақпан. Жүріңлер, басқа ешкім білмей тұрып сорап көреміз. Жаңағы мен Юхан бір нәрсені... Мен? Ауа, жаңағы мен... Иса, сен мен үшін дуа етуіңді қалер едім. Не үшін? Өз патшалығыңды орнатқаныңда, менің ұлларымның бірі оң тарапыңде, екіншісі шеп тарапыңде отыруы үшін. Менің тартатұғын азапларыма шерік болуға таярсыз ба? Таярмыз, ұстаз. Таярмыз, ұстаз. Азапланатұғынымызға мен уәде бере аламан. Бірақ оң һәм шеп тарапымде отыру ол маған байланысты емес. Ол жерде не болып атыр? Олар жасырын түрде хакимиятқа ие болып алмақшы. Ешқандай жасырын нәрсе жоқ. Бұл инсаптан емес, ұстаз. Сен бірінші болып біздерді таңладың. Неге енді олсыз ақ біздерге тиесілі болған нәрсені сұрауымыз керек? Жүріңлер. Аспан патшалығы жердегі патшалықларға ұқсамайды. Жердегі патшалар һәммені өздеріне қызмет еттіруге мәжбүрлейді. Осылай іслеп, өз ұлылықларына алданады. Бірақ сізлер менен һәммесі басқаша болады. Кім Құдай патшалығында ең ұлысы болуды қалесе, онда ең кішісі болсын. Кім қожайын деп аталуды қалесе, онда құл болсын. Құдайдың ұлы да өзіне қызмет еттіру үшін емес, ал басқаларға қызмет ету үшін, һәм өз өмірін көплердің жанын құтқару үшін беруге келді. Бұлар қай жерден келді? Тир һәм Сидон хукымдарларынан. Өтініп сұраймын, Агриппа, бұл мемлекетлерге ұрыс жариялама. Олар қан төгілмеу үшін һәмме нәрсесін беруге таяр. Бұлардың һәммесі маған ба? Бұл еле һәммесі емес. Олар басқа мемлекетлерге олардың баянатларына қосылулары хақында айтып талап етті. Жақсы жұмыс істедің, Ласт. Мен ұлылық шоққысындаман, Ласт. Ал сен болсаң, оның нұрларында қызып жүрсең. Білесіз бе, мен сізге жүдә міннетарман, бірақ енді өзімді басқарушы лауазымында қолайсыз сезіп атырман. Мені және де жоғарырақ лауазымға, жоғарырақ. Жап аузыңды. Ауа, не деп атыр едім? Әрдайым қызметіңізге таярман.
Диққат! Марк, қожайын, сізді көргенімнен әстен. Ертең менің бұл сасық өңгірдегі ақырғы күнім. Мәртебеңіз көтерілгеніменен құтлықлаймыз. Тоқтат дедім. Ертең жинаятшыларды өлтіреміз. Бірақ бұған қарап тұруға уақытым жоқ. Жүдәйім бәндпен. Һәм өзіме жәрдемші қоюыма тура келеді. Сізге қызмет қылу мен үшін мәртебе. Әлбетте, сіз Веспи хақында ойлап атырсыз ба? Мен сіз мұқтаж болған адамман. Дәлелейсің бе, Лиссандри? Неге қарап тұрыпсаң? Егер қолларды тезірек қимылдауына мәжбүрлей алмасаң, мен өзім сені жақсылап сабалаймын. Қолынан келген қыламын, қожайын. Қимылдаң, жарамсызлар. Ондай пікір ойыңа қаяқтан келді? Исаның қасында отыру? Мен ұсылай істеу керек екенімді сезіп тұрман. Илтимас, Яқып, сенің менен тартыспақшы емеспен, бірақ түсінуің керек. Біздер Андрей екеуміз бас елшілер деп сайланғанбыз. Бұны бірінші мәрте айтып атырғаның жоқ, бірақ Юхан екеумізді де солай деп ойлайман. Ұстаз, Яқ, егер маған рұқсат бермесең, менің бір бөлегім бола алмайсың. Мен жалғыз қалғанымда кім қасыма келеді? Кім менің артымнан барады? Ол осы жерде, ол менің дуамды естеді. Кім менің жарақатланған жүрегіме жұбаныш береді? Кім менің ілтимасымды естеді? Ол осы жерде, ол менің дуамды естеді. Ол осы жерде, мен жолдан адастым, һәм жолымды түнек қаплады. Мен оның жағымлы дауысын естемен. Ол маған үйіме жол көрсетеді. Ол менің артымнан барады. Ол осы жерде, ол менің дуамды естеді. Мен түнекте патшамның мейірімлі дауысын естемен. Сізлер мені ұстаз һәм қожайын деп атап, сізлер дұрыс қыласыз, себебі мен солман. Егер мен ұстаз һәм қожайын бола тұрып, сізлерге осылай қызмет қылған болсам, сізлер де солай істеуіңіз керек емес пе? Балаларым, сізлер менен ұзақ қала алмаймын. Мен баратығын жерге сізлер бара алмайсызлар. Сізлерге жаңа бұйрық беремін. Бір-біріңізді мен сүйгендей етіп сүйін. Бұл үнсаптан емес. Неге енді тап Лиссандриға бұндай имканият беріледі? Мен бұндан да көбірегіне лайықлыман. Мен Маркке адамларды қалай басқару керектігін көрсетіп қоямын. Яқ! Оның орнына өзім істеймін. Не? Ол есаплап отырсын, ал мен қалталарды тасиман. Қаһарман болуды қалайсың бе? Мейлі, солай бола қойсын.
Ауа, мырзам, есіңізден шықпасын, зияпаттан кейін сіздің құрметіңізге көргізбе өткеріледі. Juda жақсы. Айтпақшы, елші Яқып ертең азанда өлтіріледі. Әжайып. Енді ешкім менің ұлылығыма кесентете алмайды. Менің естуім бойынша, сізлер мені патшалардың ең ұлысы деп жариялаған екенсіз. Тән алып айтаман, бұл нағыз хақиқат. Келіңлер, келешекке бір нәзер салайық. Ол жерде Израиль, Тир, әмде Сидонның тыныш хам ауызбіршілікте жасап атырғанын, жеңілмес патша Агриппа болса, оларды басқарып атырғанын көреміз. Патша Агриппа үшін. Құдайдың сөзін айтушы Агриппа үшін. Құдайдың дейсің бе? Маған жағып атыр, жүдә жағып кетті. Ау, қараңлар. Яқ! Жаңа басқарушы ретінде мен сені өлтіртуге алып кетуге келдім. Сенің болса, дүнияның шоққысына қандай шығуды білетұғыныңа сенімің кәміл еді. Who is there when I'm alone? Who will walk beside me? He is there, he hears my simple prayer. Who can calm my troubled heart?